Ағартушылық идеялар американдықтарға қалай әсер етті? 18 ғасырдағы Америкадағы ағартушылық ұлт-азаттық қозғалыстар және елдегі революциямен тығыз байланыстағы қоғамдық ағым еді. Сонымен қатар оған ағылшын және француз ағартушылығы қатты әсер етті. Жазушы, ғалым және дипломат Бенджамин Франклин ағартушылық идеалының бейнесі болды. Ол өз дәуірінің ең әйгілі және құрметті тұлғасына айналды. Оның негізінен әлем үшін құнды болып саналатын 3 тарихи құжатқа да қатысы бар. ақш-тың тәуелсіздік декларациясы, ақш конституциясы және 1783 жылғы Версаль бейбітшілік келісімі. Сондай-ақ 1914 жылдан бергі ақш-тың федералдық резервтік жүйесінің $100 купюрінде оның салынған суреті бар. 18 ғасырдың екінші жартысындағы капитализмнің даму үдерісі жағдайында терең әлеуметтік өзгерістер орын алды. Ағартушылық теориялары қоғамдық санада түбегейлі төңкеріс жасады. 1776 жылы шілденің 4-інде Томас Джефферсон құрастырған тәуелсіздік декларациясы қабылданды. Томас Джефферсон америкалық ағартушы, демократиялық бағыттың идеологы, кейін ақш-тың 3-ші президенті болып сайланады. Тарихта тұңғыш рет мемлекеттік құжат мемлекеттік құрылыстың негізі ретінде халық егемендігі принципін жариялады. Декларация ағылшын королі мен парламентін озбырлық әрекеттері үшін және адам құқығын бұзғандығы үшін айыптап, бұдан былай отарлар соғыс жариялауға, бітім жасауға, одаққа енуге, сауда жасауға және кез келген актілер мен әрекеттерді жүзеге асыруға толық құқықты екендігін мәлімдеді. Джефферсон адамның табиғи және туа біткен құқықтары туралы айта келіп, Жан-Жак Руссо сияқты меншікті табиғи емес, азаматтық құқыққа жатқызды. Тәуелсіздік декларациясында алғаш рет әділетті қоғамдық құрылымның негізі ретінде адам құқығын бекіткен талаптар тұжырымдалған болатын. Жалпы ағартушылар халық санасына қоғамды қайта құру үшін оның еркі мен білімінің жетіп жатқандығын сіңірді. 18 ғасырдағы ағартушылық кезеңі Европа халықтарының өміріндегі ірі құбылыс болды. Ол Европа мен Солтүстік Америка қоғамының ортағасырлық өмір салтынан толық ажырап, жаңа заманның игіліктерін жасауына зор ықпал етті.